Мен, короче, жаңағы Эллаға барайын деген ғой. Эллаға прямой автобустар жүрмейді екен. Через Бадула дейтін қаладан жүреді екен. Сол Бадулаға енді автобусға отырып алдым. Осындай автобус. Ең артына келіп отырып алдым. Мына жерден, терезеден бастарыңыз шығарып қарап отырсаңыздар болады. Осы енді. Анау кондуктордың айтуы бойынша 1500 рупия бір адамға билет. Көреміз енді қанша болатын. Жаныма біреу келіп отырды, мынандай бірдеңке жеп отыр екен. What is this? Eating, yeah? Осы нәрсені жейді екен. Жаңғақ сияқты ма, бір өсімдік па бірдеңке ғой. Короче, мен 700 рупияға мынандай сатып алдым. Цепочка. Р деп тұр. Менің атыммен. Руслан деген атым. Руслан дегенге, короче, Р деген цепочка алдым. Нормально ма? Мінекей достар, аялдамаға келдік. Қазір бір 10-15 минут мына жерде адамдар шай, кофеларын алып жатыр. Артында әжетхана. Осы жерде бір 10 минуттай тұрамыз, сосын жүреміз. 30 километрдей қалды ғой. Мен барып жатқан жерге. Осында мен отыра беріп тақтай болып кеттік қой, мына деген. Автобус осындай. Semi luxury сервис дейді. Ай, лакшери екеніне күмәнім бар. 94-ші автобус. Велимада дейді. Мен Велимададан түсем да, одан кейін тук-тук шақырам Эллаға дейін. Мінекей достар, мен Эллаға кеп алдым. Мына жерде пицца жеп алдым. Уже пиццаны жеп қойдым. Пиццалар чотки екен. Андай жерде пісіріп алып көрсетсе, қандай екен. Қараңыздар, ағашта пісіп жатыр. Керемет бұл. Короче, қазір ғана хостел брондап қойдым. Қазір енді хостелға бару керек. 180-200 метр ғана жанымызда тұр. Сосын орналасып, бәлкім кешкі қаланы көріп қайтатын шығармын. Сосын ертең бұйырса анау 9-арочный мост деген бар, соған жолға шығу керек. Ол примерно бір 3 километр арақашықтықта орналасқан. Қарап отырыңыздар, барлығын көрсететін боламын. Ал достар, мен осындай пицца моцарелла дейтін рестораннан пицца жеп шықтым, жаңа көрсеттім ғой. Элла әдемі екен, туристар деген қаптам ғой, о-майо. Туристардың барлығы Эллада екен. Прикиньте. Барлығы европейстер, жаңа Поланд дейді. Бір мужикпен танысып алдым, короче. Польшадамын дейді ғой. Польшадан келген екен да, поляк. Именно мен тұрған, мен жұмыс істеп жүрген жерден екен да болшы. Отпуск дейтін жерден екен. Сөйтіп ол кішкене о-хо-хо, кішкене андай қуанып қалды да мені көріпші.
мына қараңыздар, ё-моё, не деген мынау? Район мынау деген, Осы достар. Хай. Жоқ. Маған керісінше жүру керек екен. Керісінше. Міне, байыпты көрдіңіздер ма? Осындай. Короче, Эллаға бекер келмеген екем. Бәрібір көретін жерлері бар. Әдемі екен еще. Енді қазір қараңғы болғаннан кейін онша көрінбей тұр да. Бұл Элланың кереметтілігі ше. Ертең күндіз көрсетем ғой. Күндіз вообще бөлек шығар. Бүгін мен осындай жерде ұйықтадым. Білмеймін, хостелға келіп едім, әйтеуір бос орын жоқ екен. Мынандай бірдеңеге палатканың ішіне жатқызды ғой, короче. Ал егер бұны былай ашсақ, қараңыздар, қандай керемет көрініс ашылып тұр. Мына қараңыздар. Қандай әдемі, Бұндай палатка 1000 рупия болды. Палатканы ішіне жатқан. Болады зато мындай бар екен еще. Керемет. Мінеки, жаңағы хостелда таңғы ас бар екен. 700 рупияға. 700 рупияға нормально ғой. 700 рупияны мен тук-тукқа беріп жүрмін ғой. Қараңыздар, мына жерде банан, мындай кекс, чай, нан и бір омлет. Мына жерде маймен. Нормально 700 рупияға болады. Мен мына жоғарыда жаттым. Жоғарыда палаткада. Жаңа көрсеттім ғой сіздерге. Мынаны қараңыздар. Әдемі ма? Қазір баратын боламыз сол жерге. Короче, чайный плантацияға барып көтерілеміз. Сосын жаңағы 9-арочный мостқа барамыз. Короче, осындай темір жолдарымен жаңағы мостқа бара жатырмын. 9 аркалық мост дейтін жерге. Мына жерде қарасаңыздар, қандай керемет вид ашылып тұр, Мына қараңыздар. Бұл достар Шри-Ланка. Элла дейтін керемет жер. Арттағы көріністі көрдіңіздер ма? Салам алейкум болып жатыр ғой. Уалейкум ассалям. Йо-майо. Ал мынау осы Элланың жаңағы ЖД вокзалы. Қандай әдемі, Йо-майо. Бұл жерде мен ойлағым ғой, бір күнге ғана келем депші. Бүгін кешке қаратай Канди дейтін қалаға кетем деп ойлағам. Бірақ мынандай көріністен кейін кеткім келмей тағы да бір күн қалатын болдым. Яғни бүгін емес, ертең кешке кететін боламын. Қандай әдемі. Мына жерден билет алады екен. Жаяу барсақ деген или билет алып пойызбен барамыз. Ана қараңыздар.
Мына жермен жүрген опасный сияқты ғой. Опасный сияқты. Менімше пойызбен бара салайын. Билет алдым 50 рупияға. Осы Элла станциясынан жаңағы 9 Arches 9 аркалы жерге баратын боламыз. Қазір 40 минуттан кейін келеді екен пойыз. Енді бір 40 минут бойы күтіп отыру керек. Негізі мен ойлағам, жаяу барам ба депші. Жолдармен. Сөйтіп адамдар болмады. Блин, өзім жалғыз кетіп бара жатырмын. Қой құрсын. Что-то не то дедім да, қайтып келіп алып, билет алдым. Сөйтсем, енді адамдар кетіп бара жатыр ғой. Туристтардың барлығы жаяу кетіп бара жатыр. Ладно, ана пойызбен әдемі вид ашылады деп еді, сол пойызбен бара берейін. Қайтқан кезде жаяу қайта салам да. Пойызда келе жатыр. Қазір жетеміз, кішкене қалды. Көрдіңіздер ме, достар? Жерден абайлау керек, әйтпесе басын жұлып түсіреді мына жақ дегенше. Сәл абай болмаса. Ресейден келген бір турист қыз осы пойыздан құлап қайтыс болған екен. Өте абай болу керек мына жерде, өте абай болу керек. Біз кеп алдық. Жана анау аркаға барып жатқан ғой мен негізі. Аркадан тоқтамай кетіп қалды мына пойыз деген. Секірейін ба деп едім, қойшы дедім. Құлап бір жерім жарақаттап қап. Секірейін ба болғанда жоқ, серьезно айтам, секірейін дегем ақырын жүріп келеді, 20 мен ба 30 мен. Секіруге болатын еді негізі, бірақ кішкене жүрексіндім, достар. Мына жерде туристтің барлығын автобустары күтіп тұр ғой кәдімгідей. Мен білмеймін, әйтеуір бір жаққа кеп алдым, қайқа келгенін білмеймін. Қазір қайттан артқа қайту керек. Жаяу бара салу керек негізі бар ғой. Тезірек бару керек, ертең уже кетемін. Көрсес қалға. Қараңыздар, осындай әдемі. Осы жерге ғой, осы жерлерге жаңағы оползень деген бар ғой, топырақтар құлап жаңбырдан кейін. Жолдың бәрін бұғаттап қалған ғой, қазір Коломбоға немесе Кандиға рейстер өте аз жүреді.
Bahnstrecke, die geht hier rum. Ал енді қайттан жаңағы аркаға жаяу бара жатырмын. Жаяу барсам екен, жоқ түк қойдырсам екен. Осындай достар. Жаңа мен ойлағым ғой, аркадан тоқтаймай деп, бұлар оказывается аркадан тоқтамайды екен. Қазір енді 3,5 километр аркаға жаяу жүремін. Brother, how much to go 9 hours? 9 hours, 1,500. 1500 рупия болады дейді. It's very expensive, brother, yeah? Yeah? Или normal price? Жаяу бара берем, достар, жаяу. Оп. Жаяу бара береміз. Қазір картадан қарай, қанша екен? 1500 рупия дейді. 1500 рупияң дейтін примерно 5 доллар екен ғой. 5 долларың 2,5 теңге. Енді 2,5 теңге мыяқта заряжать етіп жатыр да, маған просто заряжать етіп жатыр. Айтса негізі жаяу баратын жер ғой ол деген. Мына кісілер сияқты барлығымызда жаяу баратын сияқтымыз. Сол досекелер, мына жерден қараңыздар, қандай керемет көрініс ашылып тұр. Бұл Шри-Ланка. Шри-Ланка келетін жер екен, жалпы аралайтын жер екен. Мынау жатыр. Өте әдемі. Тук-тук. Шри-Ланкада тук-тук, Үндістанда рекша. Жаяу бара берген дұрыс екен ғой, не істеймін? Машина көтеріп абайлау керек, бірақ жолдар өте опасный. Ай! Ля, бұлай жүрген ұшта опасный болатын екен. Сол, достар. Короче, бұл 9 арка деген не? 9 арка жаңа мост көтеріп тұр да, мостты. Сол мосттың үстінен пойыз өтеді, и және осындай керемет мынандай табиғат. Сол жерде адамдар көп. Мен жаңа видеоға түсіргем оны. Пойыз тоқтамай кетіп қалды ғой, ё-моё. Секірейін ба дедім да, қойшы дедім. Қазір енді 3 километр ғой, жаяу бара салам. Жаяу барып, сояққа суретке түсіп, көріп, одан кейін дальше бағанағы Эллаға барып, Эллада тамақтанып, кішкене Элланы аралап. Эллада да әдем жерлер бар, андай чайный плантация дейтін сондай заттаршы. Енді чай аны. Липтон бар ғой біздегі шы. Сол Липтон дейтін, мысалға міне, ти деп тұр мына жерде. Бұл жерде чай ішсеңіздер болады. И бұл, по-моему, чайный плантация, қателеспесем. Бұл жерде чай жасай ма, чай өсіре ма, осындай бірдеңке бар әйтеуір. Осы. Міне осындай жолға түсіп алдым. Жаңағы машинелер кетіп бартқан жерден шығып кеттім. Басқа жолға түсіп алдым. Мына жерден местный адамдардың үйлері, местный адамдар тұратын жер ғой мына. Тыныш екен, ешкім жоқ, ешқандай көлік жоқ. Алдында да, артында да ешкім жоқ. Келе жатырмын. Картаға бір қарап қою керек. Басқа жаққа түсіп кеттім. Дұрыс. Міне қарапайым адамдар осылай жасайды. Үйлерінің үстіне киімдерін іліп қойған. Осындай кішкентай үйлерде, таудың үстінде, орманда, джунглида тұрады екен. Көрдіңіздер ма? Міне
Ал мінекей достар, мен келдім жаңағы жерге. Осындай жер екен ғой. 老爸至少02-3年真的。 Бұлай болады негізі, жаман емес. Нормально сияқты. Мына қараңыздар. Осы үшін келдім ғой, анау жердің бір жағынан. Ұнап жатыр ма? Қазір ар жағына барып көрейін, может сол жерде нормально жақсылап бір суретке түсіп алса болатын сияқты. Ал осы жаңағы 9 аркадан құралған көпір. Мына жерден пойыздар жүреді. Жаңа ғана осы жерден өткен мен ше. Мына жерден секірейін ба деп ойлаған, бірақ пойыздан құлап қалам ба деп қорықтым да. Сонымен қойшы дедім. Қараңыздар, қандай керемет көрініс ашылып тұр. Ана жерге жоғарыға көтерілсе де болады негізі. Қаласаңыздар. Әдемі екен. Мінекей мен осылай отырмын, досекелер. Әдемі екен, қазір пойыз өтетін болса, одан да әдемі болады деп ойлаймын. Осындай көрініс ашылып тұр. Қараңыздар, қандай әдемі, я? Табиғатының өзі, ауа райының өзі, барлығы бір бөлек қой шіркін. Менің енді Элладағы саяхатым аяқталуға сәл қалды. Осы аркадан кейін мен жаңағы Эллаға барып, бір-екі жерлерді көремін, сосын ертең Коломбоға қарай жол жүретін боламын. Коломбода да енді 1,5-2 күн боламын, өйткені оған Коломбоға ертерек барып алмасаң, мына жерде автобустарда не болатынын ешкім білмейді ғой. Автобустар тоқтап қала ма, немесе басқа бірдеңке бола ма. Сол үшін де ертерек барып алғаным өте дұрыс болады деген ойдамын. Болды, мына жерде 2 сағат болды жүргеніме. Әдемі екен, енді қайтайын. Соңғы рет қарап қалыңыздар қандай екен. Осындай әдемі көрініс. 9-арочный мост. Ал достар, мен болды. Осы жерден видеоны тоқтатайын. Қазір Эллаға барып түскі асымды ішетін боламын. Ал қазір дәл осылай жаяу Эллаға дейін бара жатырмын. Элла не екенін кім білмейді? Соларға айтайын. Элла дейтін жаңағы туристический городок қой. Бағанағы 9 аркалық мосттың жанындағы шағын қала. Барлық туристар осы жерге келеді. Қараңыздар. Осы жерге келеді. Осы видті, осы көріністі көру үшін. Қараңыздар, қандай әдемі, а? Мына қараңыздар. Осы мына пойыздың жолымен кетіп бара жатырмын. 1-2 километрдей қалды. Көрініс осындай. Ал міне жарты сағаттың ішінде бағанағы Элла стейшнға келіп алдым. Бағана осы жерде жүретім ғой. Қазір енді бар тамақ ішінші. Кешегі пицца жеген жерге баратын сияқтымын. Пиццалар қатты ұнады маған. Короче, достар, ресторанға келдім. Chill Cafe деп аталатын ресторан ғой, Элланың орталығында орналасқан. Бір пиццаға заказ бердім. Соны жеп жатырмын мен. Дәмін айта алмадым, просто четкий пицца екен да. Кешегі алған пиццамда дәмді болды, бірақ ол кішкентай да. Жұп-жұқа, мынау деген мынау өте үлкен болғандықтан дәмі дерзке кетіп жатыр.
Енді бізде Шри-Ланкада сағат сағат 3:40 кетті. Төрт болып жіберіңіздер. Мен қазір енді тағы да кішкене айналып хостелге барам. Хостелге барып демалам. Одан кейін сағат 10-11-лерде шығып бір тамақ ішіп қайтам. Бағана кешегі пиццаға айттан баратын шығармын. Или мынаған келем ба. Сосын болды, ертең таңертең тұрып маған Кандиге немесе Коломбоға жол тарту керек, өйткені ертең әрі күні четверг күні. Бүгін понедельник, достар, бүгін понедельник ба? Короче, четверг күні маған жол тарту керек, мынау ашық екен. Өте ашық екен, тамағымды просто. Даже до такой степени көзден жас шығып кеткен ғой, прикиньте. Мінекей күндізгі Элла осындай. Кеше түнде көрсетіп ғой, осы түнде ештеңе көрінбей еді ғой. Короче, сушняк алып алдым. Кешегі ана палаткаға баратырмын. Палаткаға барып кішкене демалу керек болып жатыр маған, шаршап қалдым. Ұйқыдан тұрғалы бері жүріп келе жатырмын ғой, жүріп келе жатырмын, аяғым талып жатыр. Аяғың талмасын, палуан болып жатыр ғой, короче. Палуан шаршады. Бұл натуре андай туристический қала екен да. Кішкентай болса да. Мына мотоциклдарды арендаға алсаңыздар болады. Осындай, достар. Мен хостелім бір 150 метр ара қашықтықта, жақындап қалдық. Тамағым ауыр қапты. Осындай ыстық күнде тамақ ауырған жамандай. Осындай. Кеше дәл осы жерден тұрып түсіріп едім ғой видеоға. Қараңғы болғандықтан ештеңе көрінбеген. Өте керемет өтті. Туристар гидпен жүр. Енді менің гидім ол білесіздер ма не? Менің гидім Google Maps, менің гидім интернет, менің гидім, короче, менің гидім ChatGPT ғой, достар. Осы айтатын. Не деген әдемі. Бұл жерден де кетеміз ғой, достар. Бұл жерден де кетеді екенбіз. Мынаны қараңыздар, мына жақтан керемет вид ашылады екен. Осылай қазір енді ана палаткаға барып кішкене демалу керек болып жатыр, қатты шаршап қалдым. Жүре беріп шаршадым. Ойбай. Білмеймін, ана елдің қыздары қалай қыдырады, қалай нететін білмеймін, бля, аяқ қолым шаршап қалды. Мостқа барам деп, жаман шаршап кеттім ғой, ё-моё. Аяғым ауырып жатыр. Жоғарыдан Элланы көрсетіп жіберейін сіздерге. Осындай Элла. Көрдіңіздер ма? Қандай әдемі. Короче, қыздар, турист қыздар Европадан келгенше, Франциясы бар, Германиясы бар. Барлығы сумка көтеріп алған. Сумка, аяқ киім ішінде, короче, барлығы бар да. Еще көтеріп жүре береді сонына. Қай жерде жүрсе де көтеріп жүре береді да. Мен білмеймін, мынандай бір рюкзакты көтеріп жүріп, қолымда бір сушняк. Әрең келе жатырмын ғой, Или біздің қазақтар осындай ма? Ойбай деп шаршайды да жүреді. Қаяқта жүрсе де. Мінекей. Ойбай, шаршадым. Менің палаткам қойда. Ана, 3-ші этажда мен жатам. Палаткада. Сояққа барып жатайын, шаршадым.
масала чай жасап жатыр. Осындай керемет өлең тыңдап, живой музыка. Үстіп демалып жүрміз достар. Шри-Ланкаға келіп жатсаңыздар, міндетті түрде Эллаға кіріп кетіңіздер. Келетін жер екен жалпы. Өте бір. Әні қараңыздар, тағы да бір рет. Тағы да бір рет чай қайтарып жатыр. Өмірімде бірінші рет ішейін деп жатырмын бұндай шай. Қазір дәмін татып көретін боламыз. Шайды әкеліп берді достар. Дәмі деген вообще бөлек екен. Андай бізде көк шай бар ғой. Көк шайдың дәмі, ішінде шайлар бар, кішкене. Сосын андай сүтпен шай бар ғой, кәдімгі бізде ішетін ше. Сондай да араласта микс қой, короче. Дәмі деген енді бөлек екен да. Өте керемет екен. Енді күнде осындай шай ішетін боламын. Бірінші рет ішіп жатырмын бұндай шайды. Қараңыздар. Керемет бай болып тұр, я. Өлең айтып, таза музыка. Жанды дауысты айтып жатыр. Барлықтарыңа сәлем достар. Бүгін 17 ақпан. Сағат 11 болды. Мен енді қазір мінекей осындай хостелдамын ғой, алдында көрсетіп едім ғой. Осы хостелдан шығып бара жатырмын. Жаңағы Коломбоға барамын, астанасына. Мына жерде ауа райын қарасаңыздар, жаңбыр құйып жатыр. Дала суық. Менің тамағым ауырып. Болмай жатыр вообще. Коломбоға кету керек тезірек. Өйткені ертең әр күні менде Үндістанға рейс. Оған үлгеру үшін Коломбоға жүру керек. А Коломбоға дейін 8-9 сағат, 10 сағат. Жаңбыр жауып жатыр қазір, 11-12 сағат болып кетуі мүмкін. Кептелістер болып. Осы енді. Элла, келесі кездескенше. Мен дәл осы палаткада жаттым. Бір күнге 1000 рупия. Таңғы асты 700 рупия қаштым. 2 күн жаттым, 3000 рупия берем. Және 2 рет тамақ іштім. 700-ден 1400. Сол кезде 4400 рупия берем ғой. Және мені қазір мынау машинемен автобусный станцияға айналып барады. Міне осы тук-тукпен апарайын деп жатыр мені. Жаңбыр осылай жауып тұр. Себелеп. Бағана вообще құйып тұрған. Қазір енді көкеміз бізді станцияға айналып апаратын болады достар. Ал болды достар, осымен Элладағы саяхатым аяқталды. Лайк басып және комментария жазып отырыңыздар достар. Рахмет. Барлықтарыңызға сәлем достар. Мен Коломбоға келіп алдым қайтадан. Кеше жолға шығып едім ғой. Сонымен видеоға түсіретін уақыт болған жоқ мүлдем. Тамағым ауырып, жөтеліп, жаман болып жатырмын. Міне осындай жерде жатырмын мен деген. Көрініс осындай. Осы жолы енді басқа хостелді брондадым. Кешіріңіздер. Бұл 3000 рупия болды бір түнге. Мен кеше короче бір түнге алғанмын. Сосын қазір қайттан тағы да бір күнге создырдым. Өйткені
смысл жоқ сияқты алдындағы хостелға баруғашы. Оған бару керек тоже 10 километр ма 5 километр ары қашықта жатқан хостел. Мынау енді бір лакшери болмаса да көрдіңіздер ме? Мардон астында. Бола берсін, әйтеуір жатырық қой. Таза әйтеуір главное. Нормально. Осы енді. Қазір бар тамақ ішіп қайту керек, білмеймін не жейтінімді. Тамағым қатты ауырып жатыр. Ал ертең бізде 19 ақпан сағат 22:00-де примерно мен Бангалорға ұшамын, Үндістанға. Менің саяхатым осы Коломбодағы, Шри-Ланкадағы саяхатым аяқталуға өте аз қалды. Санаулы сағаттар қалды десем де болады. Короче, достар, мен шыдай алмай страховкаға жаздым. Сонымен страховка деген менен барлығын сұрап, қай жерін ауырып жатыр, не болды деп бір больницаның адресін берді осындай. Қазір осы больницаға келіп, жаңағы бүкіл документтерді толтырдым. Енді дәрі алып беру керек маған. Сол дәріні 1 сағат болды күтіп отқаныма. Өте ұзақ жасайды екен де бұл. Страховкамен келетін болсаңшы, ақшамен алсаң барлығы тез аласында кетесің ғой. Мына жер көрдіңіздер ма? Мына жақ пустой болып тұр. Бірақ осы жерде дәрі алу үшін анау страховкамен төлегенін күтіп жатырмын да. Жоқ, әлі бір жаққа кетіп қалды, жаңа қағазымды алып бір менеджер. Бірақ енді тегін ақша төлеместер примерно 5-6 теңге кететін еді, егер өзім қалтамнан төлесем. Страховкамен алып жатқандықтан тегін да. 5-6 мың емес, 10 мың теңге дей ма, сондай. Негіз 10 мың теңге ондай қатты көп ақша емес, бере салсаң болатын еді. Сатып алсам да өзім ақшама. Просто енді страховка төлейтін болғаннан кейін страховкамен ала салайын деп шештім. Ал достар, мен деген Коломбоның әуежайына келіп алдым. Жаңа 1 сағат бұрын келдім. Сонымен ішіне кірейін десем, сенің рейсің 5 сағаттан кейін кіруге болмайды дейді маған пограничниктер. Жарайды дедім. Қызық екен, бізде Алматы болсын, Астана, жаңағы Турция, Стамбул жүре бересің ғой, 10 сағат болсын, 2-3 күн болсын, кіріп кете бересің, оны ешкім тексермейді. Енді Азияның өзінің бір андай минустары бар, плюстары бар деген сияқты. Енді достар, мен деген Шри-Ланканың Коломбосын, Астанасы Коломбоны көрдім, Элланы көрдім. Эллаға бара жатқан жолда кішкентай шағын қалаларды көрдім. Жергілікті жаңағы автобуста жүріп көрдім, тук-тукта жүрдім. Барлығы ұнады, өте керемет. Әрине қоқыстар бар, кішкене лас, бірақ оған қарайтын болсақ, оған көңіл аударатын болсақ, сенің саяхатың қызық емес болып қалады. Сондықтан да барынша Азия мемлекеттеріне келіп жатсаңыздар, қоқысқа, жаңағы адамдарына, кейбір тамақтарына мән бермей қойыңыздар. Өйткені бұл Азия, бұл Қазақстан емес. Осы. Енді алдағы уақытта мен деген Үндістанда болады. Үндістанды түсіретін боламын. Қазір Бангалор деген қалаға барамын, ұшып барамын. Одан кейін Гоа, Мумбай, Агра, Варанаси, Джайпур, Астанасы Дели, Варанаси қалалардың барлығын түсіріп сіздерге көрсететін боламын. Мені қолдауларыңыз үшін лайк және комментария басып кетіңіздер достар. Рахмет, сау болыңыздар. Осымен Шри-Ланкадағы саяхатым аяқталды.